Құрметті ағайындар мен достар, кеше өздеріңіз көргендей Испания мен Португалия арасында күшті футбол ойыны өтті. Соңына дейін кім жеңеді, кім жеңіледі деп бәріміз ойланып қалдық. Себебі 90 минутқа дейін ешқандай гол соғылған жоқ. 90 минут бітіп 6 минут қосқан кезде аяқ астынан Испания бір гол соғып Португалияны жеңіп кетті. Енді мен өзім шынымды айтсам Португалияға жанкүйер болған, Португалия жеңсе екен деп ойлаған. Криштиану Роналду бастаған топ. Себебі өздеріңіз білетіндей, Криштиану Роналду өзінің кәсіптік мансабын аяқтаймын деп айтты. Жасы болса енді 41-ге келді, 41 жастағы чемпион. Енді өте лайықты, өте күшті ойнады. Енді өте өкінішті осындай жағдайдың болып қалғаны. Негізі экстра таймдарға дейін жеткенде, немесе пенальтиға дейін жеткенде Португалия мен Испания күшті болып кетер еді. Енді осылай соңына дейін гол болған жоқ. Аяқ астынан енді осылай қосымша 6 минут уақыт берілгенде гол болды. Ешкім ойлаған жоқ енді олай болады деп. Енді бұл жерде Испания құрамасы қулық жасап кеткен сияқты, жалпы испандықтар. Сол ойламаған жерден Португалия жеңіліп қалды. Өте өкінішті. Әлі сенбей тұрмын Португалияның жеңіліп қалғанына. Мықты команда ғой. Осы ойынның өзіне мықты дайындалып келді. Бірақ өкінішке орай Португалияның бағы жанбады. Өте өкінішті. Португалия құрамасы үшін өте өкінішті. Криштиану Роналду үшін өте өкінішті. Құрметті ағайындар мен достар, кім ойлаған бұлай болады деп? Әрине ешкім ойлаған жоқ.